Мойын омыртқалары. Вертебра cervicalis. Саны 7. Мойын омыртқаларының денесі. Басқа омыртқаларға қарағанда түсетін жүктемеге байланысты күшлеу болып келеді. Мойын омыртқасының денесі менен доғасының арасында омыртқа тесігі. Салыстырмалы түрде үлкен және үшбұрышты пішінде келеді. Себебі жұлынның мойындық бөлігі мойын бұғылтығын түзуіне байланысты. Доғасынан шығатын қылқанды немесе жота өсінісі 7-ші мойын омыртқасынан басқа барлық мойын омыртқаларында ұшы 2-ге айырылған болады. Көлденең өсінділерінде басқа омыртқалардан ең басты ерекшелігі болып табылатын көлденең өсіндінің тесіктері болады. Foramina processus transversus деп аталады. Көлденең өсіндінің тесіктері арқылы омыртқа артериясы менен омыртқа веналары өтеді. Көлденең өсіндінің алдыңғы төмпегі болады және артқы төмпегі болады. Туберкулум anterior, туберкулум posterior деп аталады. Жоғарғы буын өсінділері және төменгі буын өсінділері болады. Жоғарғы буын өсінділерінде жоғарғы буын беті, сәйкесінше жоғарыда орналасқан омыртқалармен буындасу үшін, және төменгі буын өсінділерінде төменгі буын беттері болады, сәйкесінше төменде орналасқан омыртқалармен буындасу үшін.